Бүгін бота маған такси уже ғой. Сөйтіп екеуміз ерте шығып алыппыз бар ғой. Бүгін бір рекламодательмен кездесу керек болғанбыз ғой. Сонымен не істейміз деп шопинг жасағаннан кейін шығып тамақтанайық деп бара жатырмыз. Мен көп тамақ жемейін деп тұрмын, өйткені кешке тағы да встречам бар. Бота еще бешбармақ жеуге барайын деп жатыр. Подругасы келіпті Ақтаудан. Бабамыз келіп жатыр жан-жақтан. Себіретін болдық қой. Сол семіріп кетпейік деп слимвейімді алып алдым. Бота звондап тұр ғой, слимвейімді ала шықшы деп. Сонымен екеуміз қазір тамақтанып отырып еще шайымызды ішіп алып. Сонымен кешке ұялмай бешбармақ жейсің. Мен ұялмай тамағымды жейін деп тұрмын. Ол бүгін өз подругасына, мен өз подругама сөйтіп кетейік деп жатырмық. Жеп алдық, ұялмай. Енді слимвейдің уақыты келді, тамақ ішіп болғаннан кейін арықтау үшін. Маған енді көп ішуге болмайды, өйткені мен бала емес жүрмін. Бота ішіп уже кәдімгідей вес тастаған. Кәдімгідей алдында сторисін көрген шығарсыздар. Шаған тастап түнделетіп күйеуіммен бірге киноға шығып бара жатырмыз. Алдында Ерасылмен бірге барғанбыз, енді осы жолы өзіміз ғана барайықшы деп жатырмыз. Бір ситуацияларды естіп қаламын да, иногда просто үндемей өте алмаймын да мен. Кейбір мамалар, мысалы да, енді не хочу говорить по именам енді. Балаларын қызғанады да. Мысалы, әйелін қыдыртып жүрсе, неге әйеліңді ғана қыдыртасың, неге менді де қыдыртпайсың, или там басқалай деген сияқты, неге әйеліңе әперіп жатырсың, неге маған әпермей жатырсың деген сияқты сондай қызғаныштар болады ма? Мен сондай мамаларды түсінбеймін бар ғой. Өздерін балаларының әйелдерінің орнына қоя ма, или білмеймін, мен қалай оны түсіндіруге болады, білмеймін, сондай мамочкалардан құдай. Вот, ойымды жалғастырып айтайын ары қарай. Баласы әйеліне бір нәрсе алып берсе, маған да бер, маған да бүйт, маған да сөйт деп. Жаныма, өзіңнің байың болса, байың апарып қыдыртсын десем ауыр болып кете ма? Жыным келіп тұрды просто. Өстіп сала салайын ба сторисқа тұр? Мен енді жыным келеді. Мен енді сені часто қыдыртамын деп шештім. Да? Өйткені әйел адамды жиі қыдыртатын болсаң, әйел адамға жиі сыйлық беріп тұратын болсаң, еркектің ризық артады екен. Бұдан кейін сені жиі қыдыртатын деп шештім. Туф, ризығың арта берсінші жүрегім. Қыдырып жүре берейікші құрсын. Вот, Екшейіміз бітсін, шетелге қыдырамыз, Құдай қаласа. Иншалла, сол души бұйырса. Өзіміз, бала шаға бәрін тастап өзіміз барайық құрсын. Өзіміз, чисто, только вдвоем. Да. Екеміз кинодан шықтық. Кино ұнады ма жан? Мощный кино екен. Мен өзім бір сценарий ойластырып жүрдім, сол ойластырып жүрген сценарийді прям кинода берді ғой. Четкий берді. Біз байдың баласы деген киноны көрдік бүгін. Жақсы кино, кстати. Ол кинода Айсұлтан ойнайды екен, бізде Қосақтағы тренер болып. Жақсы кино екен, риза болдық. Сабиркин еще менің самый любимый блогерларымның бірі, ол Сабиркин. Сабиркин ойнайды екен еще. Туф, махаббат моем кетті ғой емі. Бір айғайлап отырған. Караоке бармағады да? Солдай жақ қой. Қазір профессионалмен отыр анау.